السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمزة رضي الله عنه، حمزة ابن عبد المطلب. жазып қойдым ғой неге тақырыпқа. Бисмилля, бастап көрейік. Опубликовать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва та'ала баракатух. Құрметті бауырлар, қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты болсын, берекелі болсын, хайырлы болсын. Рамазанның рухына, шынайы рухына жетуіміз Аллах Тағала нәсіп етсін баршамызға. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Хамза ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анху. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадис бар, баршаңыз білетіндей. Сахабаларым менің дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жұлдыз іспетті дейді, жұлдыз секілді дейді. Олардың қайсы бірінің артынан ерсеңіздер де тура жол табасыздар дейді. Әйгілі сахаба Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады, кімде-кім бір кісінің артынан еретін болса, бұл дүниеден өткен сахабалардың артынан ерсін дейді. Себебі сахабалар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қасында болған, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам ең қатты жақсы көрген. Жүректерінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам деген махаббаты ерекше қатты болған. Және де бұл үмбеттің хайырлысы, білімдері ең терең болған ізгі мұсылмандар дейді. Яғни
біз бір кісінің артынан еретін болса, ол пайғамбарымыз және ол кісінің саллаллаху алейхи вассалам сахабалары. Бүгін қозғап көретін тақырыбымыз Алланың қалауымен Хамза ибн Абдул-Муталиб радиаллаху анху. Хамза радиаллаху анху бұл кісі Абдул-Муталибтің баласы. Аты айтып тұрғандай, ол кісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әкесінің інісі болған. Яғни қазақша айтсақ, немере ағасы, кіші әкесі десек болады. Туысқандық қатынасы пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің кіші әкесі болды. Және де тағы да бір несі бар, туысқандық қатынасы бар. Ол кісінің Хамза радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламмен Абу Лахабтың күңі Субайба деген кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүт анасы болады. Ол кісі де Хамза радиаллаху анху кезінде емізген болатын. Яғни сүт бауыр болып табылады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Риуаяттарда келеді, Хамза радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам 2 жас немесе 4 жас үлкен болған дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезінен тай құлындай тебісіп, тете өскен. Хамза радиаллаху анху өзі Меккеде сол кезде абыройлы, батыр, сондай сұсты, сөзі өтімді дана кісілердің бірі болған. Ол кісі өзі жаны қатты аңшылықты жақсы көрген болатын. Құралайды көзге атқан дейді, сондай мерген, аңшылықты жаны сүйетін, сондай батыр кісі болған. Бұл кісінің исламға келуі де бір қызық, өзінің алатын ғибраты бар. Ислам келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келіп, ислам тарағаннан кейін бір 6 жыл дейді, риуаяттарда ол кісі исламға келген. Әдетінше бір күні ол кісі аңшылықтан келе жатып, жаңағы қанжығасын байлап аңшылықтан келе жатып, ол кісінің бір әдеті болған дейді. Аңшылықтан келген кезде жаңағы Қағбаны тауаф ету әдеті болған. Әдетінше аңшылықтан келіп пайғамбарымыз жаңағы Қағбаны тауаф етуге келе жатқанда, Абдулла ибн Джуда деген бір Құрайыштың күңі тоқтатады. Я Хамза, сенің бауырың Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жаңа ғана Абу Джахил және оның жақтастары, жолдастары жерден алып жерге салып, балағаттап, намысына тиіп, әуелі жаңағы қол жұмсауға дейін барды дейді. Сол кезде Хамза радиаллаху анху қатты ашуланып, садағын асынып, садағын көтеріп, бірден Қағбаға қарай тартады. Сөйтсе жаңағы Абу Джахил өзінің жолдастарымен отырды. Бірден Абу Джахилмен жаңағы жағасынан ұстап, садағымен басын жарып, қансыратады Абу Джахил. Ашуланып тұрып, жағасынан ұстап тұрып, сен немене жаңағы басынғаның ба, артында іздеуші жоқ деп, менің бауырымда. Ал не істейсің? Шаман келсе маған айтып бер айтатынды, мен де оның дініндемін деп, жаңағы ашулықпен айтып жібереді. Сөйтіп бәрі тарқасып үйіне барады. Бұл Хамза радиаллаху анху батырлығымен қоса өзі өте ақылды кісі болған, дана кісі болған. Үйіне барады. Жаңа ауыздан шыққан сөзі бар. 32 тістен шыққан сөз 32 руға тарайды дейді ғой. Соны ойланып түнімен жаңағы дөңбекшіп, ойы сан-саққа кетіп, жаңағы ұйықтай алмай жатады. Сол кезде Хамза радиаллаху анху айтады: Я Раббым дейді, я жаратушым дейді, маған өзің қайырлысын нәсіп ет дейді. Жаңа айтып қойған сөзі бар, мен де оның дініндемін деп, бір ауыз сөз. Енді ойлаңыздар, бала кезден ата бабасының салт дәстүрмен келе жатқан дінді өзі әлі толық білмейтін, жаңадан келген бір дінге ауыстыру өте оңай емес, өте қиын нәрсе. Және табан астында. Ол кісі ойланып, я Алла деп, я жаратушым, өзің бір қайырлысын нәсіп ет дейді. Өзі Алла Тағала ол кісінің жүрегін ашады, яғни яқин, бір жүрегі бір жайпар рахаттанады. Бұл жерде қарайтын ғибрат, алатын ғибратымыз,
сол кезде де мүшрик болса да ол кісіні сөзінде тұру, яғни айтқан сөзін іспен дәлелдеу. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісі өте жақсы танитын. Тағы да екінші қыры, жаңағы туысқандық, бауырмашылық сезімі оянып, ашуланып, жаңағы мен оның тірегімін деген сияқты, мен оның бауырымын деп, бұл жерде туысқандық қатынастың оянғанын көреміз. Ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандармен және Дарул Аркамның, Аркам ибн Аркам дейді, радиаллаху анху, сол кісінің үйінде, Дарул деген жаңағы үй, Аркамның үйі деген сөз ғой, сол кісінің үйінде жаңағы маслихат, өздері бас қосып, уағыздасып, дінді жаятын болған. Сол үйге келеді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына тізесін қойып, жаңағы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп, жаңағы имандыққа келеді, исламға келеді. Ол Хамза радиаллаху анхудың исламға келу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты қуантады. Ерекше қуанды, өйткені жастайынан талғып, тай құлындай жаңа тебісіп бірге өскен бауыры, сүт бауыры. Және де Хамза радиаллаху анху өзінің бір орны болған. Омен санасатын қоғам, батыр, және айттық қой, жаңа дана кісі болған, абыройлы кісі болған, сүсті кісі болған, ақылды кісі болған. Жаңа мұсылмандар қатты қуанып бір күш леп алғандай болады да. Хамза радиаллаху анху ол кезде мұсылмандардың саны әлі 40-қа жете қоймаған, бір 31 немесінші болып қабылдаған дейді исламды. Бұл кісінің жаңа батырлығын айтатын болсақ, бір қара, өздеріңіз білетін әйгілі батыр, әулие сахаба, бәріміз жақсы көретін Омар радиаллаху анхудың жаңа дінге келгенінде қызық қой. Дарун Надуадан шығып, және мүшриктердің бас қосатын, сол кездегі бір маслихат жасайтын несі ғой, бір кеңсе ма, сонда орын болған. Сол жерден шығып, адамдардың арасына жік салып жүргенде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өлтірем деп кетіп бара жатады. Ол оқиға тоқтамай қойып, баршаңыз білесіздер ғой. Сол кезде бір сахаби жүрісінің суыт екенін көріп, я Омар, сен қайда баратсың дейді. Сол кезде әлгі жаңа дінмен келіп жүрген, әрткі салып жүрген қоғамның арасына Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам өлтіруге баратын дейді. Сол кезде айтады, сен алдымен жаңағы сахаби, алдымен өзіңнің қарындасыңмен күйеу балаңды түзеп алмайсың ба? Олар да сол дінді дейді. Омар радиаллаху анху ашуланып, бағытын бұрып кетіп, кейіннен жаңағы ол оқиғаны өздеріңіз баршаңыз білесіздер. Кейіннен жаңағы Дарул Аркамның үйіне келеді ғой. Соңында есікті қағып тұрса, мұсылмандар өзде әлі күш ала қоймаған, сахабалардың саны 40-қа жетпеген. Я Аллахның Расулы саллаллаху алейхи вассалам, жаңағы Омар келіп тұр, не істейміз дейді. Сол кезде Хамзаның радиаллаху анху айтқан ғой, ашыңдар кірсін дейді. Егер де ол жақсы ниетпен келсе, қарсы аламыз, жақсы қарсы аламыз дейді. Қош көреміз дейді. Ал егер де оның ниеті жаман болса, жіберіңдер, жаңағы қылышын қынабынан суырып, басын жайратып саламын дейді. Омар радиаллаху анху баршамыз білеміз, өте сондай батыр, батыл, айбарлы кісі болған. Хамза радиаллаху анху да дәл сондай батыр, Алланың арыстаны деп аталған ол кісі. Асадулла дейді. Алланың арыстаны деген лақап аты болған, өте батыр кісі болған. Сөйтіп кейіннен жаңағы Омар радиаллаху анху да жақсы ниетпен келіп, ислам дінін қабылдап, мұсылмандар бір жаңа күш алып, ашық алаңға шығады. Оқыған өзіңіз баршаңыз білесіздер. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандар жаңа Меккеден Мединаға хижрет жасайды. Сол кезде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа мүшриктер әлі де болса бұл жаңа мұсылмандарды тыямыз, өлтіреміз деп, және Ясриб дейді, ол кезде Мәдинаның жаңа мүшриктермен жаңағы одақтасып, бұларды қуып шығамыз, бұларды өлтіреміз дегендей іс-шаралар жүріп жатады. Соғыс ашуға дайындалып жатады. Бұны сезген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Сирияға баратын жолға бір күні жаңағы Хамза радиаллаху анхуды
неге жібереді? Барлауға 30 кісілік сахабаларды жаңағы басшы қылдырып барлауға жібереді. Сол кезде ол кісілер 300 кісілік мүшриктің әскерімен кездеседі. Оның басында жаңағы Абу Жахил де бар. Сол кезде Хамза радиаллаху анху батыр кісі ғой. Солармен соғысам деген кезде жаңағы бір мүшрик, әлі мұсылман, ислам дініне келмеген бір кісі, жаңағы ол кісі Мәжди ибн Амр деген кісі жаңағы қан төгістен ажыратады. Араға түседі. Кейіннен жаңағы мүшриктер дайындалып соғыс ашайын деп жатыр деп естиді ғой. Сол кезде ең алғашқы жаңағы мұсылмандар мен мүшриктер жаңағы Бадыр соғысы, әйгілі Бадыр соғысында осы Хамза радиаллаху анхудың батырлығы тағы да көрінеді. Екі жақ келген кезде жаңағы жекпе-жек шығады ғой. Шайба деген мүшриктердің басшысы өзі абыройлы бір батыр кісісі болады. Ол өзінің ұлымен, жаңағы бауырымен, алхане кімдер шығады сендерден жекпе-жекке бізге деп таңдайсынып шыққан кезде басында жаңағы Мәдинаның ансарлық сахабалар шығады, жас сахабалар. Олар менсінбей, бұлар танымаймыз, кім шығады деген кезде жаңағы Хамза радиаллаху және Али радиаллаху және Убайда радиаллаху үшеу жекпе-жекке шығады. Хамза бірден бірінші жаңағы Шайбаның өзімен жаңағы арпалысып кетіп, бір демде жаңағы сұлатып салады, Хамзаның жанын алады. Сөйтіп кейіннен Али де, Убайда да радиаллаху анхум жаңағы мүшриктердің батырларын жер жастандырады. Сөйтіп мүшриктердің жаңағы несі басылады, мысы басылып қалады. Осы соғыста Хамзаның радиаллаху анху батырлығы да ерекше көзге түседі. Ол кісі жаңағы мен Алланың арыстанынан кім бар деп деректерде келеді. 31 мүшриктің жаңағы жанын алған дейді. Кейіннен мұсылмандар жаңағы 70 мүшриктің жанын алып, 70 шақты жаңағы мүшрикті кепілдікке жаңағы алып, қалып жаңағы жеңіспен оралады Мәдинаға. Сол кезде жаңағы мүшриктер есесі кеткен, бұл немізді жаңағы қайтарамыз, біз есемізді қайтарамыз деп сырттағы жан-жақтағы рулармен одақтасып, мүшриктермен одақтасып күш жинай бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейіннен хабар жетеді, жаңағы олар мүшриктер жаңағы соғысқа дайындалып жатыр деп. Содан Ухудқа келеді мүшриктер. Сол кезде бір күн бұрын естиді ғой алдын ала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы мүшриктер келе жатқан. Сол кезде сахабалармен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақылдасады. Жаңағы Мәдинаның, қаланың ішінде соғысамыз ба, қорғанып әлде сыртқа деп. Сөз көптеген сахабалар жаңағы кезіндегі Бадыр соғысына қатыса алмаған сахабалар бізде жаңағы сыртқа шығып соғысайық, Алланың елшісі деп қолқа тастап қоймайды. Сол кезде солардың ішінде жаңағы Хамза радиаллаху анху бар. Ол кісі жаңағы айтады, менің қылышыммен мүшриктердің жанын жайратпайынша тыным таппаймын деп, біз сыртқа шығып соғысайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол түн түс көреді де, кейіннен айтады, түсімде дейді Пайғамбарымыз періштелердің Хамзаны радиаллаху шомылдырғанын көрдім деп, алдын ала және шейіт болатын Пайғамбарымыз алдын ала хабарлаған болатын. Ухуд соғысы жаңағы Мәдинаның жанында, яғни бірнеше мүшриктер келеді, олар шығып жаңағы соғысуға бел буады мұсылмандар. Бұл соғыста да жаңағы Хамза радиаллаху анху өзінің батырлығымен көзге түседі. Кезінде есесі кеткен жаңағы Джубайр ибн Мутхи деген жаңағы мүшриктің құлы болады, эфиопиялық құлы, Вахши деген. Ол жаңа өте найзаны өте жақсы керемет меңгерген кісі болады, найзамен түйреуді. Сол Вахшиға айтады, Джубайр ибн Мутхиннің жаңағы ағасы қайтыс болған ғой, Хамза радиаллаху анху жаңағы Бадыр соғысында өлтіргендіктен, сен деген осы Хамза радиаллаху анху өлтірсең дейді, мен саған құлым жаңағы Вахшиға айтады, азаттық беремін дейді.
бостандық беремін басыңа дейді. Және де кезінде сол кезде әлі мүшрик болған Абу Суфиян радиаллаху анху әйелі Хиндтің де жаңағы туған туысқандары, баласы, ағасы, әкесі қайтыс болады. Ол да жаңағы Уахшиға айтады, егер де сен Хамзаны радиаллаху анху өлтірсең, сенің міндетің Хамзаны өлтіру. Мен саған өте ауқатты әйел болған ғой сол кезде. Меккенің бүкіл әшекейлерімді саған сыйға тартамын. Сөйтіп Ухуд соғысы басталады қырғын қан майданда. Және Уахшидің көздегеніне құлға бостандық алу ол үлкен арман ғой. Бір күні кейіннен Уахши айтады, тығылып, аңдып, сыртынан аңдып жүргенде бірінші Алиға радиаллаху анху көзім түсті дейді. Али радиаллаху анху қарасам, ол өте әккі дейді, сақ, жан-жағына мұқият қарап соғысып жатыр екен дейді. Сол кезде менің көздегенім Али емес деп Хамза радиаллаху анху іздеуге кетеді. Бірақ та Хамза радиаллаху анху бір мүшриктің батыры, кім менен шығады деген кезде, сен Алланың елшісімен мұсылмандарды жекпе-жекке шақыратын кімсің деп жанын жайратып салады. Сол кезде аяғы тайып Хамзаның сүрінген кезде сол сәтті пайдаланып Уахши найзасын тәлдеп тұрып, түйреп кеудесіне қадайды. Сөйтіп Хамза радиаллаху анху шахид болады сол жерде. Хамза радиаллаху анху Хиндқа барады ғой, осындай мен өлтірдім, Хамзаны өлтірдім радиаллаху анху. Және оның бауырын алып барады. Міне бауыр деген кезде Хинд деген өте сондай айуандықпен оған қанағаттанбай және кектенген соншалық бауырын шайнап тастап, жаңағыдай құлақ мұрнын кесіп, сондай айуандықпен мұрнын, құлақтарын кесіп, сондай айуандық жасайды. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейіннен соғыс бітіп, мұсылмандар жеңіледі. Оның жеңілу себебі де басында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елу садақшыны Ухудтың таудың басына қояды ғой. Сол кезде Абдулла ибн Жубайр бастаған 50 сахабаны садақшыны неге қояды. Мүшриктер басында жеңілгендей болып қашқан кезде сахабалар таудың басына тұрған 50 садақшы көпшілігі дерлік Абдулла ибн Жубайр тыңдамай олжа жинайық, Алланың жеңісі келді деп түсіп кеткен кезде, сол кезде Халид ибн Уалид радиаллаху анху байқап, сырттан келіп, Абдулла ибн Жубайр бастаған бір аз ғана қалған сахабаны жайратып салады. Бұл бір жеңілісінің бір себебі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ғой, 50 сахаба, сендер тапжылмаңдар. Не болса да менің пәрменім күнім келмейінше, мен өзім айтпайынша тапжылмаңдар деп. Олар сол сахабалардың бір себебінен, асығыстық жасап қойғанның себебімен мүшриктер артынан Халид ибн Уалид аттас келді, мұсылмандарды қоршап, кейіннен мұсылмандардан 70 сахаба шахид болады. Оның ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті бауыры, сүйікті сахабасы Хамза радиаллаху анху болады. Кейіннен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыс біткеннен кейін Хамза радиаллаху анху тауып, түрін әрең таниды, айуандықпен кескілеп тастаған ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хамзаның радиаллаху анху өзі жаназасын оқиды. Және де әрбір оққан сайын әрбір сахабаның жанына қойып, Хамзаның радиаллаху анху әрбір шахидті қасына қойып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 70 рет несін жаназасын шығарған дейді. Осындай ұлы сахаба бүгін қозғауға тырыстық, шама шарқымыз келгенше. Кейіннен Уахши
демекші Уақши пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеңіске жетіп Меккені азат еткен кезде Уақши неге қашып кетеді? Таифқа ма, бір басқа жаққа қашып кетеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Уақшиға хат жолдайды. Бірнеше рет хат жолдайды. Кейіннен жаңа Зүмәр сүресінің 3-ші аятын жолдайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Уақшиға. Ол кезде мағынасын да айт дейді. Әй, өз нәпсілеріне зұлымдық жасаған құлдарым, Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер дейді. Өйткені Алла Тағала бүкіл күнәларды кешіруші. Шүбәсіз ол тым кешірімді әрі өте мейірімді дейді. Кейіннен Уақши радиаллаху анху Мәдинаға келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп, исламды қабылдайды, мұсылман болады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір өтініш жасайды. Уақши дейді, мүмкін болса, менің көзіме түспеуге тырыс дейді. Өйткені сені көрсем, жаңа сүйікті бауырым, сахабам Хамза радиаллаху анху есіме түсіп кетеді дейді. Мен жаңағы сол кезде өзіме жүктелген жүкті атқара алмай қаламын ба деп уайымдаймын. Сөйтіп Уақши радиаллаху анху өмірінің соңына дейін жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзіне түспеуге тырысады. Бірақ үміттеніп жүреді. Сыртынан бақылап, бір күні маған көзіме көрінуге болады деген сияқты. Сондай рұқсат. Пайғамбарымыздың рұқсатын алады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтеді. Кейіннен жаңа Ямама деген жерден жаңа Мұсайламатул Кәззаб деген жалған пайғамбар шығады. Уақши радиаллаху анху әлі жүрегінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деген сағыныш, махаббаты, өкініші жаңағы. Соң айтады, мен осы жаңа Хамза радиаллаху анху түйреген найзаммен енді мұсылмандардың хас дұшпанын, Алланың хас дұшпанын өлтірем деп әскермен бірге Ямамаға аттанып, сол жаңа Мұсайламатул Кәззабты сол найзасымен түйреп өлтіреді. Сол кезде Уақшидің бір сәждеге шығылып жылағаны бар. Я Расулалла дейді саллаллаху алейхи вассалам, мен деген ислам дініне келмей тұрып, мұсылмандардың ең қайырлысы, ең сүйіктісін өлтірген едім. Енді исламға келіп, жаңа мұсылмандардың хас жауы, дұшпаны, жалған пайғамбарды өлтірдім. Енді жаңағы сенің көзіңе, көрініміңе бола ма деп өксіп өсіп, көзіне жас беріп, ерік беріп жылайды. Жаңа бұл жерден түйетін ғибратымыз Хамза радиаллаху анхудың сөзінде тұруы. Ашулықпен айтса да, айтқан сөзіне ойланып, есеп беріп, сол сөзін іспен дәлелдеу. Алла Тағала жүрегін ашып қойды, исламға келді. Және туысқандық деген қарым-қатынастың маңызын көреміз бұл жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келемеждеп, жаңа зәбір көрсеткенде бірден ашуланып, әйтпесе сол кезде Меккенің бетке ұстар, былай айтқанда басшыларының бірі ғой, Абу Жахил, жаңа қасында жолдастар. Оған қарамастан жаңа бауырына деген махаббат арқылы, туысқандық қарым-қатынас арқылы осындай бір қасиеттеріне Алла Тағала бәлкім жүрегін ашып имандықты нәсіп еткен болар. Осымен бүгінгі қысқаша айтуға тырысқан дәрісіміз тәмам. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Баршамызға Алла Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.